Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Мерей. Біз бүгін өте оңай әрі тез дайын болатын шайға пирог жасайтын боламыз. Менімен бірге жасап көріңіздер және видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен ыдысымызға бөлме температурасындағы 3 жұмыртқамызды және де шекерімізді салып, жақсылап миксерлейміз. Шекеріміз ерігенше миксерлейтін боламыз. Міне осындай болып шығады. Үстіне алдын ала ерітілген сары майымызды саламыз. Біркелкі болғанша араластырып аламыз. Барлық ингредиенттерді видеоның астына жазып қоямын. Үстіне 20% қаймағымызды салып, және 1 шай қасық қопсытқышымызды салып, тағы да миксерлейтін боламыз. Үстіне елекпен өткізіп, ұнымызды салып аламыз. Барлығын саламыз. Бөліп салудың қажеті жоқ. Және де міндетті түрде елекпен салуымыз қажет. Егер елекпемей салатын болсаңыздар, біздің пирогымыз көтерілмей қалуы мүмкін. Міне қоюланғанша араластырып, массамызды дайындап аламыз. Бөлек ыдысқа 1 жұмыртқа, шекерімізді және 20% қаймағымызды салып, венчиктің көмегімен араластырамыз. Миксерлеудің қажеті жоқ, венчикпен араластыруға болады. Барлығын біркелкі болғанша араластырамыз. Міне осындай болып шығады. Осы дайындаған массамызды мешокқа салатын боламыз. Міне осындай болып шығады. 24 диаметрлік формамызды дайындап, үстіне қою массамызды құйып шығамыз. Қою болып тұрған массамызды формамыздың барлық шетіне жайып, бетін тегістеп аламыз. Міне осылай тегістеп алып, үстіне қаймақты начинкамызды құятын боламыз. Бұл қаймақты начинканы жасамауға да болады. 170 градус қызып тұрған пеште 35-40 минутта пісіріп аламыз. Пирогымыз пісіп шықты, көтеріліп, әдемі болды. Жұп-жұмсақ, дәмді болып шықты. Міне сіздерге кесіп көрсетемін. Менімен бірге жасап көріңіздер. Және де менің каналыма жазылып, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Алда түрлі рецепттер болады. Астарыңыз дәмді болсын.